Сұрақ: әйелдер зират басына баруға бола ма? Жауап: ғұламалар бұл мәселеде екі түрлі пікір айтқан. Біріншісі, әйел баласының қабірді зират етуі жайыз, яғни рұқсат. Ғалымдардың бұл тобы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның имам Мүслим, имам Ахмедтен жеткен хадисінде былай дейді: мен сендерге қабірді зират етуге тыйым салған едім, ал енді зират етіңдер, себебі ол сендерге ақыретті естеріңе салады деген хадисіне сүйенеді. Бұл көзқарас Ханафи, Малики, Шафиғи мазхабтарына тиесілі. Ханбали мазхабының да бір көзқарасы осы. Ал екінші ғалымдардың тобы болса, жайыз емес, рұқсат жоқ, яғни әйелдерге қабірді зират етуге болмайды дейді. Сахаба Абу Хурайрадан жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: Алла қабірлерді жиі зират ететін әйелдерді лағанат етті деген хадисіне сүйенеді. Хадисті имам Ахмад, имам Термизден жетеді. Ханафи мазхабының көрнекті ғалымы Ибн Наджим, егер зират етудегі мақсат әдеттеріне айналғандай қайғысының жарасын ашып, жылап, өкінішін ояту үшін болса, онда бұл зиратта рұқсат жоқ, жайыз емес. Ал егер зират етудегі мақсаты ғибарат алу, салихалы адамдарға барып дұға жасау ниетінде болса, онда қартайған әйелдерге рұқсат. Ал егер жас қыздар болса, мешітте көпшіліктің арасында араласуы мәкрух болғаны сияқты, қабірстанға барып зират етуде мәкрух дегенді айтады. Имам Сарахси бұл туралы: әйелдердің қабірді зират етуде тұрған еш нәрсе жоқ, себебі бұл нәрседе сауап та, күнә да жоқ, және бұл ғибадатқа да жатпайды, Алланың әміріне де теріс келмейді деген пікірді ұстанады.